Кеш жарық көрермен, бүгінгі видеода сіздермен Arduino мен дыбыс, яғни әуен шығарып көрейік. Сонымен достар, бізге зумер қажет болады, кейбірлері оны пизопишалка, бузер деп те атай береді. Оның не және қалай жұмыс істейтіндігімен кішігірім танысып өтейік. Зумер құрылымы жағынан металл пластинамен және оған себеленген ток өткізгіш керамикадан тұрады. Пластинамен себеленген керамика контактілер ретінде жұмыс істейді. Құрылғыда полярлы плюс және минусы бар. Зумердің жұмыс принципін 19 ғасырдың аяғында ағайынды Кюри ашқан пизоэлектрлік әсерге негізделген. Оның айтуынша, дыбыстық сигналға электр энергиясын беру кезінде ол деформациялана бастайды. Бұл жағдайда қажетті жиіліктің шуын шығаратын металл пластина соққылар пайда болады. Қысқасын айтқанда, зумер белгілі бір жиіліктің дыбысын шығаруға мүмкіндік беретін құрылғы. Әдетте жиілік диапазоны 1-ден 10 кГц аралығында болады. Егер сіз зумерді қоссаңыз, онда оған тән дыбысы шығады. Мен Arduino Nanoны қолдандым, себебі ол кішкентай және макеталық тақтаға оңай қондырғызылады. Ал сіз Uno немесе кез келген Arduinoны қолдана аласыздар, оның ешқандай айырмашылығы жоқ. Жаңа ғана айта кеткендей, зумердің екі контактілері болады, біреу минус, біреу плюс. Минус дегеніміз ground, ал плюсті біз Arduinoдағы сандық 9-шы пинға жалғайтын боламыз. Ал достар, бұл біздің программамыз. Бүгін біз «Лесу родилась елочка» деген әуенді жасайтын боламыз. Бірақ бұл әуен біреу ғана емес, браузерге кіріп, зумерге арналған скетчтерді іздесеңіз болады. Әсіресе орысша материал өте көп. Іздесеңіздер, «Звездные войны» фильмінен әуендері, немесе «Марио» ойынының әуендері және мелодиялар бар. Осыны өзіңіздің Arduinoдағы программаңызға жазып, көшіресіздерде өзіңіздің Arduinoңызға жүктейсіз. Осы скетчті мен әдеттегідей осы видеоның астындағы сілтемеге салатын боламын. Міне енді нәтижесін де көрейік. Назарларыңызға рахмет, келесі кездескенше.